Енді вупи пай пирожныйын дайындаймыз. Ол үшін қантымыздың үстіне жұмыртқамызды салып миксерлеп аламыз. Осы сәтте сіздер шоколадтың үстіне сары майды қосып, су буында ертіп аласыздар. Су буында ерген шоколадымызды осы сұйық массамыздың жұмыртқамыздың үстіне қосып араластырамыз миксермен. Ұнымызға қамыр қопсытқышымызды, какаомызды араластырып қоямыз. Енді осы сұйық массамызға ұнымызды араластырып, бір келкі масса болғанша миксерлеп аласыздар. Ұн шашырап кетпес үшін бірінші миксердің басымен араластырып алыңыздар. Миксерді қоспай тұрған кезде қамырымыздың барлығын, осылай шет-шетін барлығын араластырып алып, мешогымызға салып, дөңгелек формаға келтіріп, табамызға салып шығамыз. 180 градуста пісіріп аласыздар. Тез піседі. Піскеннен кейін кремдеріңізді дайындап, суыған соң арасына жағасыздар. Шоколадты ертіп, су буында ертіп алсаңыздар болады шоколадты. Шоколадты ертіп, шоколадқа батырып, бетіне кез келген сәнді конфеттері болады. Сондай сепсеңіздер де болады, немесе клубника қойсаңыздар да болады. Немесе кремнің өзін гүл қып сығып қоя салсаңыздар да болады бетіне. Енді өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай сәндеп жасай бересіздер. Сатуға болса, негізі ондай қатты сәндеудің қажеті жоқ. Өз арасына крем жақсаңыздар, өзі әдемі әрі дәмді болады. Жасап көріңіздер, ас болсын.